Достар, барлығына сәлем, қалайсыздар? Сәлем, бүгіннен Бексұлтан. Достар, бүгінгі видеода бізде жаңадан видео шыққан деп отыр. Достар, 2 апта видео шықпаған, ренжімеңіздер, 2 апта емес, 10 күнде видео шықпай кетті. Себебі оның өзінің себептері бар. ютубқа деген желание, мотивация кетіп қалды. Бірақ та бүгін сіздерге арнап мен өте керемет пранк, анама пранк армияға алып кетті деп өте керемет пранк түсіретін боламын. Егер де мен әкеме пранк жасағанды қаласаңыздар, осы видеоға 15 000 лайк жинасаңыздар, сразу шығады ғой пранк. Има жестко болды әкеге жасаған пранк. Достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, мен сіздерге өте керемет арна ұсынғым келеді. Бұндай контент бұрын сонды Қазақстанда вообще болмаған. Каз тех шолу. Жаңадан шыққан Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei телефондарын барлығына обзор жасайды. Олардың минус мен плюстарын барлығын тексеріп айтып шығады. Сондықтан достар, тездетіп осы ағамызды қолдап кетейік. Контенттен сапалы, басқаларға вообще ұқсамайды, өзінің стилі бар. Сондықтан да осы ағамызға тіркеліп, тездетіп 15 000, 20 000 подписчик жинап достар. Біз анамызға жасайтын пранкымызды бастаймыз. Достар, мен дәл қазір сол жақ немесе оң жағыма анамызбен чатты қосатын боламын WhatsApp'тағы. И сіздер барлықтарын менімен бірге көретін боласыздар. Ал достар, біз бастаймыз, кеттік. О, мама сити деп тұр. Енді жұмыс барысымен отырған шығар. Привет. Мен достар қуып жатыр, неге олай жазып жатырмын. Привет, мам. Привет, мам. Қалайсыз? Жазық достар. Әлі оқымат. Так, сити отыр, жұмыс барысымен бәлкім отырған шығар. Достар, біздің сообщениемізді оқыды. Көк боп тұр, печатает. Так, достар, бізге жазып отыр, біз уже жазып едік, жаңа армия туралы мен бағана фотошоп жасағам. Ой, керемет фотошоп жасадым ғой. Қарсаңыздаршы. Жоқ достар, керемет емес бай, енді барынша ғой. Жіберіп қойдық. Мам, мен әскерге алып кетті, жайдан жай себепсіз. Привет, Бекка, деп жазыпты маған. Бекка 2 жазыпсыз ғой, мам, чо ойде. Жақсы, өзің қалайсың? Жазайық, достар. Так, достар, өзің қалайсың, жауап бермей қойшы. Қалай сонда, тебе всего лишь 14 лет. Такс, не дейін мен енді. Это невозможно. Мам, я не знаю. Мені алып кетті. Мам, я не знаю, мені алып кетті. Достар, бұл видеодағы барлығы тек қана көңіл көтеру үшін түсірілген видео, сондықтан да осы еңбегімді бағалап кетіңіздер. Қазір қайдасың дейді. Мен қайда екенімді білмеймін. Ема, достар, вот это вот жестко кетіп отыр. Мен қайда екенімді білмеймін. Фургондамыз әбен, достар, құлаққа лапша лерик. Фургондамыз. Фургонда айна, терезе, ештеңе жоқ. Так, достар, мен анау үтір, нүкте соларды қарап отқан жоқпын, жазып отыр. Менде ешқандай адам, ол грамотность сақтамаймыз сөйлесу кезінде. И так что бәрі. Қазір қайдасың, қашан? Мен қазір барлығын білем, уайымдама дейді. Қазір қайдасың, қашан алып кетті? 30 минут. Жо, достар, 5 минут бұрын берден сізге жазып отырмын деп қойды. Давайте ешентпейді. Мен қазір барлығын білем, уайымдама. Достар, әкеме әлі айтпаңыз өтен.
папаға деп берейін, папаға әлі айтпаңыз, өзім барлығын сұрап біліп айтамын. Папаға әлі айтпаңыз, өзім барлығын сұрап біліп айтамын. Это просто невозможно, и сейчас я позвоню. Достар, орысша жазып жатыр, енді барлықтарыңыз орысша түсінеді деп ойлаймын, бірақ та түсінбейтіндерге бұл мүмкін емес, мен саған звондаймын деген. И все раз узнаю. Енді достар, анам орыс мектебінде оқығандықтан кішкентай кезінде орысша көбірек қолданады, сондықтан да оған мән бере бермейміз. Так, енді не деймін мен? Мам, уайымдамаңыз. Мам, уайымдамаңыз. Мен бірақта мені жайдан жай жұлқылап алып кетті. Қалай уайымдамаймын? Так вообще делать нельзя. Что-то сейчас позвоню, дейді. Не звоните, это видео снимаю, ё-моё. Нет. Авиарежимда тур. Солай қой деп айтты. Сұрақ қойсам жауап бермейді. Сұрақ қойсам жауап бермейді дедім, достар. Енді тек қана қайда бара жатырмыз десем, армия дейді. Так, сейчас позвоню. Ужас, безобразие. Так, достар, енді мен қызық болып тұр, мама не дейтін. Так, мен жазайын. Енді не істеймін? Күтеміз. Неліктен және рұқсатсыз дейді. Ну, мам, я же не знаю. И мама, оказывается, пранк десем не дейді кене. Қорқып кішкене. Ну ладно, көреміз. Олардың ешқандай құқықтары жоқ дейді. И құқық туралы уайымдамай. Как мило. Сейчас енді достар, менде просто фантазия болып тұр. Енді арқада не айтарым ше? Как пранк десем не дейтін. Мы все равно тебя заберем. Ок. Ладно, достар, ладно. Пранк екен айта берейін болды, достар. Өткені слишком кетті уже, достар. Артық кетті қалам мен қазір. Сондықтан да, егер осы видеода 15 минут ішін алса, әкеме шашымды. Ладно, достар, айтып қойын. Қызық болса, әкеме жесткий пранк жасаймын, көресіздер. Так, мамаға өтеміз енді. Мам, кешіріңіз. Бұл пранк ютубқа видео. Мам, кешіріңіз, бұл пранк ютубқа видео. Мы все равно тебя, за тебя колым. Пранк. Ага, деп жазайын. Был пацана, нет пацана, говоришь, достар. Давайте.
ойнайтын нәрсе тауыпсың. Ладно, достар, ары қарай уже мына жерге 4 афроамериканец группамен кетеді ғой, короче. Ладно, давайте сендермен болған мен Бексұлтан. Анақта қазақстанша пока-пока. Чао.